Ассаламағалейкум, ардақты Алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Бүгін де сол кезекті әңгімемізді жалғастырамыз. Бағана түстен бұрын аңдатпасын берген. Сол баяғы Әшекең дегеніміз сенат төрағасы Әшімбаев Мәулен Сағатханұлы, Қошекең дегеніміз өзіміздің мәжілістің төрағасы Ерлан Жақанұлы ағамыз жайлы әңгімені ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі әңгіменің өзегі үкімет басшысы Әлихан Смайылов мырзаны да қосуды жөн көріп отырмын. Енді жалпы мен осында эфирге шығып сөйлеймін деген үш ұйықтасам түсіме кірмеген нәрсе. Өстіп эфир жасап алып, әр күні кешке жақын сіздердің мазаларыңызды алып, бапылдап, езіп қыртып отырам деп үш ұйықтасам ойымда жоқ болатын. Бірақ амал жоқ, осылай істеуге тура келді. Себебі біз көші-қонға мүдделі қауымбыз. Ұлы көшсіз біздің күніміз жоқ. Ұлы көш жүріп тұрмаса бізде ұйқы жоқ, күлкі жоқ. Ошым ішкеніміз ірің, жегеніміз желім қалықпыз. Енді міне сол ұлы көштің басына күн туды, қатер төніп жатыр. Бұндай кезде қалай қарап тұруға болады? Сондықтан өзіміздің ойларымызды айтуымыз керек. Біреу болмаса біреудің құлағына шалынып қалу әбден мүмкін ғой. Бәрі тас жүрек емес адамдардың, бәрі мейірімсіз, сондай бір қатал адамдар емес. Біздің билікте де жақсы адамдар бар. Құдай бұйырып, Алла тағала бір оң сәтін салып, көптің тілеуі қабыл болып, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың құлағына жетіп қала ма деген үлкен үмітпен, соны Аллаға сиынып, осы сөздерді айтып жатырмын. Оның бер жағында сіздер де енді мен білетін кейбір ақпараттардан хабар тапсын. Біздің мынау алыстан келген ағайындар енді мен мақалаларымды оқып жүр ғой енді. Соның сыртында да кейбір айтпай кеткен әңгімелерді айтайын, соны естіп білсін. Бұл көші-қон саясат деген қандай саясат, одан хабар тапсын деген бір оймен шығып жатырмын. Бұл бірінші жағы. Енді осындай ойларды мемлекеттік телеарналарға шығып айту керек қой маған. Мүмкіндік тауып, жоқ, олар шақырмай жатыр. Менің Берік Уәли деген інім бар еді. Үлкен бастық болды, үлкен медианың құдай самасын атынан ат үркетті медиа, мына хабар арнасы деген. Ойбой, Дариға ханымның деп естиміз енді ар жағында. Сол медианы менің Берік бауырым басқарып жатыр. Қайта Беріктің президенттің қасында жүргендегі кезі жақсы екен. Кез келген нәрсені айтсам, президентке жеткізіп, сол мәселелерді шешіп беретін. Жеке мүдде емес, көші-қонның мүдделері ше. Кәдімгі президентке сразу жеткізетін Берік Уәли бауырым. Мен ол қызметі үшін алғыс айтам, бауырым жақсы көрем. Мүмкін құлағына жетпей жеткен шығар ол кісінің де. Енді бер жағында Жайна Асламбек деген қарындасым бар, ол кісінің бұл мәселеден хабар бар ма жоқ па білмеймін. Сосын телеарна, біздің ұлттық арна, Қазақстан телеарнасы. Ләззат Танысбай қарындасым, ол кісі де біледі бұл көші-қон мәселесін. Ол жерге мынау Ерғанат деген жігіт бар деп естимін, жаңағы шығып тұратын өзіміз білетін бір не бар еді ғой, бағдарлама Ашық алаң деген. Осындай нәрселер енді. Мақсат Толықбай деген қайраткер бар, жаңадан шығып жатқан. Ойбай, оған жалындық. Ол да ықпалды жігіт, сөз өтетін. Бірақ осы көші-қон мәселесіне келгенде бәрі кішкене тартыншақтап тұрған жағдай бар. Сондықтан амал жоқ. Өстіп эфир жасап алып, сонымыздан қарапайым болса да жаңағы Ұлы көш медиа деген каналымызға салып, соны айтып елге тіліміз жетсін, сөзіміз жетсін, біреу болмаса біреудің құлағына тиіп қалса жоғары жақта осы мәселеге назары ауама деген біздікі. Сол енді талғармау, жаңағы суға кетіп баратқанда. Сондықтан құрметті ағайын, кейде көп сөйлеп жатамыз, кейде алысқа кетіп жатамыз, айыпқа бұйырмаңыздар. Енді әңгімемізді бастайық. Негізі бұл халықпен шешілетін жұмыс өзі, халықпен. Бұл халық дегеннің бір аты Құдай дейді. Құдайдың, Алланың бір аты халық деп айтып жатады. Халық деген қасиетті ұғым, қара орман халық деп атайды. Кейде сол халыққа
жүгініп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Мен өстіп сөйлеп жатырмын, осы менің сөзімді сол халық қалап отыр ма, қаламай отыр ма? Бапылдамай тоқтатшы, андағы сөзіңді десе мен тоқтауым керек. Халықтан үлкен не бар? Үлкен дария ол деген. Егер ұнап жатса, керек екен, Ауыт Мұқибек бауырым сөйлеп тұршы осындай, енді анау жақта жүрсін ғой дейтіндер де бар. Сондықтан мен бірінші кезекте сол халықтың пікіріне құлақ асам. Себебі жаңағы біздің ата заңымыздың 3 бабының 1 тармағында жазылып тұр. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп жазып қойған. Көрдіңіз ба? Біз ата заңға бірінші Құдайға бағынуымыз керек. Сосын ата заңға бағынуымыз керек. Ата заң қайдан келді? Айттым ғой оны. Жалпыға бірде адам құқықтарының декларациясы деген бар. Алланың берген құқығын 30 баптан тұрады екен, соны да 30 бапқа сыйғызып, біріккен ұлттар ұйымы қағазға түсіріп қойған, содан келген. Енді сол ата заңға бағынбасақ болмайды. Ата заңға бағынады екенбіз, онда халықты тыңдауымыз керек. Халықты. Енді оның бер жағында Ашекең айтты жаңағы Мәулен Сағатханұлы, бұл мәселеде адамдар өз пікірін айтуға құқылы дейді, Астананың атын Нұрсұлтан деген қайттан Астанаға өзгертетін кезде айтқан сөз ғой енді. Азаматтың өз пікірін айтуға мүмкіндігі болу керек. Яғни бұл тұрғыда қудаланатындай саясат жоқ. Неме дейді? Қудаланатындай саясат жоқ. Ең бастысы халықтың пікірін ескеруіміз керек дейді. Көрдіңіз ба? Біздің мемлекеттегі екінші адам айтып тұр жаңағы. Ары қарай бір аттаса президент болатын. Ашекең айтып тұр. Ашекең айтады. Ең бастысы халықтың пікірін ескеруіміз керек дейді. Халықтың қала тұрғындарының пікірі негізгі фактор дейді. Көрдіңіз ба? Мына кісі өстіп айтты. Сондықтан мен үшін де сол халықтың пікірі негізгі фактор. Егер халық қарап жатса, мен сөйлеуге дайынмын, біраз сөйлеймін. Ары қарай өзімді байқаймын ғой. Жаңағы шаршай бастасам, қайталай бастасам, ақырын қоя қоям. Енді осы ефірге шығып жаңағы сөйлеген сөздерімді жаңағы өзімнің каналыма салып жатырмын. Болашақ үлкен медиа болады деп ойлаймын, ол көш деген сөйтіп армандаймын. Сол каналыма салып жатыр екем. Салып жатырмын күнде өсім күнде. Оны да көріп жатыр, елдер оқып жатыр. Бүгін соны шолып шықтым. Не деп жатыр екен бұл халық деп. Соны сіздерге сол пікірлерді қысқаша айтып өтейін. Еркіндігі болу керек, азаматтық уағында берілу керек дейді. Міне халықтың пікірі, халықтың бір өкілі өстіпті, 3 күн бұрын жазыпты. Соны Болат Құрсақбай деген кісі жазыпты 2 күн бұрын. Өте орынды сөз айтып жатырсыз дейді. Біз бұндай жобаға қарсымыз, бұл шетелде қазақтың тағдырын табанға таптағандық дейді. Жаңағы саясат бар ғой біздің көші-қон саясатының президенттің тапсырмасы бойынша 23 жылдан 27 жылға дейінгі сол тапсырма туралы айтып жатыр. Ол да 4 жылдан кейін азаматтық беріледі, 5 жыл тұрасың, солтүстікке ғана берсең, барсаң азаматтық аласың, қалған жоқ деген болды ғой. Соған қаратып айтып жатқан болса керек. Соған қаратып айтып жатыр. 2 күн бұрын айтты. Нұркен деген жігіт айтты, Айнабеков дейді. Мықты мемлекет болу үшін қазақ халықты қолдау керек дейді. Қазақ халықты қолдауымыз керек екен. Түсіндіңіз ба? Билікке қаратып айтқан екен. Ашекеңдерге айтқан сөз енді. Ашекең, Қошекеңдерге айтқан сөз енді. Сосын тағы бір Ақбидай Пәзіл дейді. Менің ауылдасым, менің кластасым айтады. Қазақтың көші тоқтамау керек дейді. Ақбидай, мені көріп отырсаң, аузың алмай тоқтамау керек. Мен де сол үшін күресіп жатырмын. Сосын Еркін Сәдуақас дейді. Жарайсың Ауыт бауырым, Алла жар болсын дейді. Сізге рахмет. Мені қолдағаныңыз сол көшті қолдаған деп есептеймін мен. Еркін Сәдуақас дейді. Оны оқыдым я. Қойшы енді осындай пікірлер екен. Сырттан келетін қазақ бауырларымыздың қай жерге қоныстануын таңдау еркіндігі болу керек дейді. Міне біздің қазақтар сауатты, жаңағы Ағардада отырған ақтеке білмеген адам құқығын ауылда жатқан біздің қандастарымыз біліп жатыр. Міне адамның құқығын шектемеу керек дейді. Сіздер біздің мынау шеттен келіп Қазақстанның шекарасын аттап құжаттану, сосын жаңағы көшіп барып қоныстанатын орнымызды таңдау құқығымызды таптамауларын керек дейді. Не біліп отыр, конвенцияны біліп отыр. Ата заңды біліп отыр. Көші-қонның жаңағы мен айтқан өткендегі заңдардың бәрін біліп отыр. Бірақ Ағешке білмей отыр. Ағешкеге бәрі бір екен. Ағешке сол бірақ айдаған ғой енді. Келсең кел, келмесең қой деп жаңағы сталиндік немен. Тағы қандай не пікірлер жазды екен.
Bir ekеуін шолып өтейін. Енді бәрін оқу шарт емес. Менде бәрін оның алған жоқ, бір көзіме түскен бір пікірлерді алып жатырмын. Иә, бүйтіпті, сондай екен енді. Бұл тұжырымдаманың іске асуына қарсымын депті. Дұрыс, мен де қарсымын. Сол қарсы болып сөйлеп жатырмын. Ассалаумағалейкум. Жарайсыз, керемет түсіндірдіңіз дейді. Сізге рахмет. Егер түсініп жатсаңыз, сізге жарап жатса, менің сөздерім сізге рахмет. Қуаныштымын дейді. Ол заң қабылдануына қарсымын дейді. Қандастар, қалаларда көбейсе, қаладағы орыс тілі тезден жойылып кетеді емес пе дейді. Қазыбек аға, Қазыбек Жарылқасынұлы, құрметті Қазыбек Иса, депутат, міне сіз көтеріп жүрсіз ғой, тіл деп. Сол тілдің шешілетіні қандастар екен, міне қарапайым қазақ айтып отыр. Сіз айтасыз, ана Конституциядан алып тастау керек деп айғайлайсыз. Алынбайды ол. Ол алынбайды ол. 7-ші баптың 2-ші тармағы басыңды кесіп ал, сіз депутат болып тұрғанда алынбайды. Үшін сіз осы өмірде бар кезде 80-ге келгенше алына ма алынбай ма оны бір Құдай біледі. Сондықтан ол қазақ тілін шешудің бірден-бір, қазақ тілінің мәселесін шешудің бірден-бір тетігі, міне қандастарды көбейту керек екен. Қазыбек Иса, оң құлағыңызбен естіңіз. Міне менің қандастарым айтып жатыр. Біз келсек дейді, қазақ тілі керемет болады дейді. Болды. Ертеңнен бастап ана таста, ана 2-ші ата заңның 7-ші бабының 2-ші тармағы деген таста Қазыбек аға. Ма қандастарды көшірудің жаңа несіне кірсек қамына, сізде келіңіз, мен жаққа өтіңіз. Не қыласыз ол? Аут кетті деп бұлжырамай, мына мен жаққа өтіп, мынаны құптауыңыз керек. Міне қазақ тілінің мәселесін шешетін шеттен келген қазақтар екен. Айтып жатыр менің қандастарым. Ары қарай кеттік. Уағалайкумассалам дейді. Мен салам бергенде мына неден берген шығармын? Сөйлегенде айтам ғой. Уағалайкумассалам, Мауыт бауырым, сенің мына мақалаңды тыңдадым. Өте дұрыс мәселелерді қозғағапсың. Оны тыңдайтын құлақ, көретін көз болса қанеки дейді. Жоқ енді. Әшекеңдер мен қошекеңдер отырған жер біреу Мылқау, біреу Саңырау. Бұл көші-қонға келгенде. Оны баяғыда айтып қойған. Мен енді оны амал жоқ енді. Естімесе де, Мылқау сөйлемесе де мен айта беруім керек. Басқа бір жақтарға жетіп қалама деген жаңа айттым ғой, сондай үмітпен. Депсіз. Енді дейді, болса қанеки дейді. Саған айтарым дейді. Мәулен Әшімбаевты омыртқасыз дегеннен гөрі Майысқақ Қаратай деген дұрыс болады дейді. Уйбай құрсын. Мынау ана кісіге тиіп кетеді ғой. Майысқақ Қаратай деген Абай романдығы емес па? Біздің мемлекетте 30 жылда қой, мынаны оқымаймын ары қарай. Мен ана биліктегілерге тиіп кететін сөзді оқымаймын мен. Құрсын, ертең бәле болады. Демек, осындай сөздер екен. Өзіңді сыйласаң жат жаннан түңілер деген. Өзімізді сыйлай алмағанымыз общем енді ұят депті. Демек, бүгін менің сөйлеуге правам бар екен, құрметті тыңдармандар. Өйткені халық қолдап жатыр екен. Міне, біраз бөлімін тыңдап оқып шықтым. Сондықтан мен сөйлеуге қақым бар екен. Сондықтан ары қарай сөзімді жалғастыра берейін. Енді сөзді қайдан бастаймын? Біраз нәрсе айтылып кетті. Енді Әшекең мен Қошекеңе бір айтайын деген бір ауыз сөзім бар. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Ерлан Жақанұлы, сіздер біздің Қазақстан халқына екі дүниеде кешірілмейтін қиянат жасаған адамсыздар. Мен бүгін ашық айтайын, оң құлақтарыңызбен естіңіздер. Саңырау болсаңыз да, Мылқау болсаңыз да айтайын. Неге? Неге дейтін себебіміз, екеуіңіз де сол заң шығаратын жерде отырып алдыңыздар. Анау президенттің әкімшілігі айттым ғой, заңдардың бәрін кесіп түзейтін солар. Сіздер осыған дейін анау Құлыбаев деген сұмпайдың, анау опасыз Кәрім Мәсімовтің ықпалымен қабылдаған заңдарыңызды бір қайта шолып шығыңыздаршы. Солар не айтса сол заңды солай жасадыңыздар да, соны ұялмай, қызармай қабылдап бердіңіздер ғой, айналайындар. Екі дүниеде бұл кешпейді. Осының кесірінен қаншама адамның қаншама тағдыры күл-талқан болды. Алладан қорқу керек адам. Сіздер ана ант бересіздер ғой, ант. Лай, столдың үстіне қойып бітеп тұрып ант бересіздер ғой. Депутаттың өзіме жүктелген қызметін адалдықпен атқаруға ант етемін деп ант бересіздер ғой. Немесе президент әкімшілігінің басшысының қызметін өзіме жүктелген адалдықпен атқаруға ант етемін деп осы анттардың талайын бердіңіздер ғой. Осы мені сіздерді ант атады. Себебі сіздер ана жерде отырып сол ана жағы, мен ана кісіні айтпаймын, ана немене Қаратай дейді жағы. Немене Қаратай жағы.
бірдеңке қаратай деп қой жаңағымыз. Ондай деп мен сізді кінәламаймын. Майысқа қаратай деймін. Майысқа қаратай. Мен майысқа қаратай демеймін, өлен сағатқа сізді. Сол әшекке жетеді, өзіңіздің фамилияңызбен дұрыс атайын. Құрметпен. Құрметті Мәулен Сағатқанұлы, құрметті Ерлан Қошанұлы. Осындай қиянат жасаған адамсыздар сіздер. Сіздер бар ғой, бүкіл Қазақстан халқына қиянат жасаған адамсыздар. Мен оған міне не куә жаңағы көші-қонның заңдары. Қаншама заңды апарып, мына жақтан ұсыныс береміз, мына жақтан қиып тастап, немесе кеш айтып жатырмын ғой жаңағы. 10 мың отбасында құрметті Ерлан Жақанұлы Қошеке, сіз президентке жеткізбей үйсіз қалдырдыңыз мысалы. Бір сөйлем болды. Азаматтық алғаннан кейін де пәтер кезегі сақталады деген бір сөзді сіздер қимадыңыздар. Сөйтіп сіздер бүкіл осы Қазақстанның, оның ішінде мен енді басқа қазақтарды айтпай қойын, оны өздері айтпас. Менің шеттен келетін қандастарыма, жерлестеріме, тағдырластарыма үшін фашистік не жасадыңыздар сіздер? Екеуіңіз, сіз екеуіңіз фашистік жаңағы қиянат жасадыңыздар. Оған тағы ұялмайым дедіңіздер. Өткенде айтты ғой, мен жасаған шешімдеріме ұялмайым, қызармайым дедіңіз. Әшекесі сөйтіп айттыңыз. Сондықтан мен енді қарғамайым, сілемеймін. Бір Құдай өзі береді оның зауалын. Бұл дүниенің есебі о дүниеге кетпейді. Міне әзірде сөз жерде отырсыздар. Біреуіңіз сенаттың желкесінде қыдиып отырсыздар. Біреуіңіз мәжілістің желкесінде қыдиып отырсыздар. Бүкіл заңдар сіздердің алтыларыңыздан өтеді. Апараста көші-қонның заңын апарып, тіл білмейтіндерді апарып қойып қоясыздар. Бұл да қиянат жасап жатқан. Сондықтан Құдайдан қорқыңыздар. Халықтың бір аты Құдай. Мен сол халықтың өкілімін. Ауыт Мұқибек сіздерге айтып жатырмын. Әшеке, Қошеке, оң құлақтарыңызбен естіңіздер, өмірлеріңіз бар әлі. Балашаға бар. Халықтың не деуші еді? Халықтың жағы зары, халықтың наласы, халықтың қарғысы деген бар ғой. Ол қиын нәрсе. Әшеке, Қошеке, мен достық пікірімді айтып жатырмын сіздерге. Осыдан Құдайдан қорқыңыздар сіздер. Ана заңға қараңыздар. Астананың атын ауыстыру десе елпілдемеңіздер. Бұлай ауыстыру десе оған да елпілдейсіздер. Елпілдемеңіздер оған. Ана заң келе жатқанда тықақтап, ана халықпен сөйлесіңдер, ана мамандарын шақырыңдар, ана жұмыс тобына деп отыратын адамсыздар сіздер. Ойбай деп шығып, деп ана әліппелеріңізді оқып, әліппені тастаңыздар кешегі ана тапсырлеріңізді. Депутаттарға жазып берген тапсырлерді тастап, мына заңға қараңыздар. Мен ағаларым бір ағама хат жазғанмын, ашық айта берейінші, Бекболат Тілеуқанға. Мекеге шақпылайды ғой, қолы босай қалса мекеге шақпылайды. Соған сөйлейді о да. Ол да ана тапсырды өз жанынан шығарып сөйлейтін өз. Соған хат жаздым. Мына сауаптың көкесі мына заңда тұр. Заңға алдыңа келген заңға бір сөзді өзгерсең, бір толықтыру қоссаң, халыққа пайдалы қылып шығарсаң, құрметті Бекболат Қанайұлы, сауаптың көкесі ана мекеге барсаң бар, бармасаң өзің білесің. Осы жерден ақ жиып аласың. Оптың жиып аласың. Әрбір заңнан өстіп отырсаңыз деп баяғыда хат жазған. Сол айтқандай бір сауап аламыз десеңдер, Әшеке, Қошеке, Құдайдан қорқып, мына заңдарыңызға дұрыстап қараңыздар. Міне, сіздердің ана сөздеріңіз сол пиғылдарыңыз сол жаңағы. Айтып тұрсыздар ғой жаңағы. Орыстар кесін деген сияқты. Көрдіңіз ба? Мен осы жерден осы сөзімді, сізге қаратқан сөзімді Әшеке, Қошеке доғарам. Сіздерге аманат, халықтың атынан айтып жатырмын. Мына азаматтық, Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңды қатайтыңыздар. Ертең қолға алып, мынау 5 жылдың ішінде тіркеуге тұрса азаматтық алады. Қазақстанның азаматшасымен некеге тұрса, немесе азаматымен әйел болып, некеге тұрса 3 жылда азаматтық алады деген норманы қатайтыңыздар. Сосын анау бір туысы өз жерде болса, жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан Республикасының азаматтығын алады деп жазылған ғой жаңағы ТМД-ның азаматтары. Оны да көзін жоғалтыңыздар. Сіздердің қолдарыңыздан жуас түйе жүндеуге жақсы, сол айту ана оралман қандас ағайындардың заңын қатайту енді оған келгенде енді сіздер енді алдыларыңызға жан салмайсыздар ғой енді. Алдыларыңызға жан салмайсыздар. Соны өткенше ана жақты да кішкене бір бұрақ қойыңыздар, бір пенттен бір бұрақ қойыңыздаршы, бір бұрақ қойсаңыздар жаман болмайды біздің мемлекетке. Халықтың зәрі ұшып кетті ғой кеше. Путинге рахмет. Өзі жауапты. Сіздердің ұлы көштеріңізді тырнақшаның ішінде тоқтатты.
Әшеке, Қошеке, кеш айттыңыздар ғой, келсін ойбай деп. Сол келсін дегендеріңіз енді сіздерге қиын болып жатырған болу керек. Бұл көштеріңіз тоқтапты. Ресей өз жауып алып шекарасын сыртқа шығармаймыз деп енді. Сондықтан мына барын енді базар қылып жүре тұрыңыздар. Әшеке, Қошеке, осы мен бүгінгі сөзім сіздерге тамам. Ары қарай реті келіп жатса тағы да айтуға әңгіме көп сіздерге. Жетеді менде әңгіме. Енді бүгінгі әңгімені мен біздің Қазақстан Республикасының үкімет басшысы жаңағы премьер-министріміз Әлихан Асқанұлы Смайыловқа арнайын деп отырмын. Әлихан Смайыловқа. Әлихан Смайылов деген жігіт менен 2-3 жас кіші екен. Бір мемлекеттің үкіметін басқарып отырған адам. Мен ол кісіге ақыл айтатын ешқандай қақым жоқ. Бірақ ұсыныс айтуға құқығым бар. Енді сол кейде ақылда болып кетеді енді. Смеке, сізде дұрыс түсініңіз. Баяғыда Тұманбай ағам Қадыр аға екеуі құрдас қой. Қадыр қаңтардың 5-інде туғандағы кім Тұманбай аға 20-шы наурызда туған, екеуінің арасы бір 2-3 айдай. Сол бір 3 айлығын Қадыр Мырзалиев қадымгідей Тұманбайға бұлдайтын. 3 айда енді қарап жатпайды ғой, бүйтіп талпынып деп, анау шырылдап жерге түсіп жатқанда, анау 3 айлық бала кішкене бүйтіп бір қимылдар жасайды ғой деп. Сөйтсе Тұманбай аға да, "Я, сен ағасың Қадыр аға, сен дәнішпан ағасың, үлкенсің ғой, ақылың болса айтып тұр маған" деп. Сөйтіп екеуі қалжыңдасады, мен соны көргенмін. Сол сияқты енді Әлихан бауырым Асқанұлы, менде бір 2 жас үлкен екен енді. Кішкене арасында ақылдар кетіп қалса, сіздер ренжімей қабылдаңыз енді. 3 айда мен де бекер қарап, 3 жылда мен де бекер қарап жатқан жоқпын. 3 жылда кәдімгідей дүниені танып, тілім шығып деген. Сіз туып жатқанда мен кәдімгідей зырылдап жүгіріп жүрген баламын. 3 шейді бұрын тоздырған деп айтады енді қазақ. Әлеке, Смеке, сонымен сіз туралы әңгімені бастайын. Үкімет басы болдыңыз, Құдайға шүкір, міне. Бұда бір Құдайдың берген бағы, сізге президент сеніп тапсырды осындай аса жауапты жұмысты. Оның үстіне сізде бір қиын заманда келдіңіз. Ойбой, құрсын. Өте қиын жағдайда. Пандемиясы деймау, Құдай-ау, сондай қаңтар оқиғасы дейді. Осындай бір қиын жағдайда үлкен миссиямен келдіңіз енді. Жас жігітсіз, бірақ көтересіз. Бірақ бір қараймын, сіз жалқау сияқтысыз. Мен де үйден көп шықпаймын, жалқау сияқтысыз. Неге дейсіз ғой? Арыста жарылыс болып жатады, президент барып жатыр. Анау Түркістанда су тасқыны болып жатыр, президент шауып барып жатыр. Мынау неде, Қостанайда өрт болады, тағы президент. Кейде сіздер барып тұрсаңыз, үлкен кісіні кішкене аяп, Қасекеңді ағаңыз ғой. Үлкен кісі ол кісіден аяңыз. Сізде бір шауып барып, халқыңыздың арасында барып сөйлеп, президент жіберді, міне мен келдім деп бір анда-санда сөйтіп тұрыңыз, жалқаулықты қойыңыз, ұят болады, жас жігітке кеңсесіне шықпай отырып алған деген. Бұл жараспайды, құрметті Смеке, Әлихан Асқанұлы. Бұл бірінші айтарым. Екінші айтарым, осы жақында сіздің сұхбатыңызды тыңдадым. Маған ұнады, қазақшаңыз өте жақсы екен. Сосын өзіңіз сенімді, мығым отырдыңыз. Демек, сізден үміт зор. Бірақ президент өте қатты айтты өткенде жолдауда. Әлі мынау нені ауыздықтай алмай жатсыз әлгі. Азық-түлікті ше. Азық-түліктің қымбат екендігі жөнінде біз де айтып жатырмыз. Менің Ербосын Нұрмұқан деген досым бар. Экономист, Қытайда сондай кәсіпкерлікпен айналысқан. Ол да жазды. Қалай тізгіндеу туралы. Бірақ нәрсе, осы мынау үлкен қалалардағы азық-түлікті қымбаттатып жатқан бір фактор бар. Енді көп оның факторлары. Оның біреуі мына аренда. Ана сіздің бұрынғы үкімет басыңыздың сарайлар дейді, сауда сарайлар. Солардың 1 квадрат метрі ойбай құрсын әкесінің құнын сұрайды. Сондай қымбат. Сондықтан сол сауда сарайларына сіздер не береді екенсіздер жаңағы субсидия дейді. 10 миллиард та берген. Президент ұрысты ғой. Оны былтыр Ақылбек Күрішбаев та көтерген. Сол ақшаны тоқтатып оларға берген орнына бір бөлімін жаңағы ауыл шаруашылығымен айланысатындарға беріңіз. Олар ексі мына азық-түліктерді, мынау не дейді, көкөністерді. Тағы бір бөліміне сондай бір сауда сарайларын салып, мына кооператив үйлердің несі ұқсатып, соны тегін беріңіз. Ана арендасы жоқ болса, зат бағасы арзан болады. Аралардың бәсекелес қылып жасаңыз. Мен енді бұны сізге жеткізе алмай жүрмін. Осы жерден бір айтып қояйын. Енді менің өзімнің Қытайдан үйренген нем ғой жаңағы дыңшауқымнан қалған бізге өнігі осылай енді. Бәсекелестік деген болады. Бізде сол сауда сарайларының арасында бәсекелестік жоқ та,
Бәрі бір адамдікі деп айтады біреулер. Біреулер сол жаңағы бір-бірімен ымыраласқан, бір-бірінен жаңағы не дейді әлгі тіл байласып алғандардікі дейді. Сен ананың квадрат метрін 100.000 теңгеден қойсаң, мен де қоям, түсірме деп сөйтіп отырып алатын сияқты. Осы нәрсеге бір көңіл бөліп қойсаңыз, көңіл бөліп қойсаңыз жақсы болады деді Әлихан. Ал енді мен сізге өзімнің баяғы көші-қон, бұл енді экономика сол Ербосындардың жұмысы енді. Ербосындардың экономистер көп қой, солардың жұмысы. Мен айтатынымды айтып болдым. Мен көшіме келейін. Мен көшті сізге тікелей қатысты әңгіме бол. Мен көшті қай жерден бастайын сізге? Мен мынадан бастайын. Көштің қалай басталғанын айтып жүрмін ғой. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев 91 жылы 18 қарашада 711 қаулы қабылдап, ресми шетелдегі қазақтар шақыру туралы жұмысты бастаған болатын қиын заманда. Енді сол қаулының атын естіген болмаса өзім көрмеппін. Сосын 2016 жылы 15 жылы іздеп таптым, тұңғыш президенттің Алматыдағы музейінде екен. Соны хат жазсам, олар жіберіп берді маған. Кәдімгі керемет қаулы екен. Көк-көңбек светный қылып жіберіп берді. Тұмар қып бір жеріме басып жүрген қаулы. Тұмар қып, ол біздің тұмарымыз ол қаулы. Миллиондаған қазақтың тағдырын шешкен. Сол қаулы бір қаулы. Оның енді сол бір айыбы Назарбаев шығарып қойғаны болып тұр да енді әзірге. Сіздердің көзқарастарыңызбен қарағанда. Әттең айтып армандаймын соны. Сол орында осы Әлихан Смайылов отырып, сол шығарған болса керемет болады деді. Өйткені әзір Назарбаевтың атына қатысты нәрселер өзі қиын болып жатыр. Қиын болып жатыршы. Мен әзір оған тоқталамын. Сол қаулыны алдырып, содан бастап мен осы 18 қарашаны ұлттық көші-қон күні деген атпен мереке жасайық, қана жай мерекелерін, ақша кетпейтін мерекелердің тізбегіне қосайық деп шарқ ұрдым ғой. Соны ары жүгірдім, бері жүгірдім. 2017 жылы сол тұңғыш президенттің өзі дүниежүзі қазақтарының 17-ші құрылтайын ашатын қарсаңда сіздің алдыңыздағы премьер, ол кезде премьердің бірінші орынбасары Асқар Маминнің қолын ұстаттым. Көп жинаста барып қолына ұстаттым. Мына 5 мәселені шешіп беріңіз осы құрылтайда. Президентке айтыңыз. Біріншісі, ұлттық көші-қон қорын құру керек. Екіншісі, Қытайдан келетіндердің сотталмады деген анықтаманы сұрауды тоқтату керек. Үшіншісі, Моңғолия мен Қытайдан келетіндерден нені алып тастау керек пе? Жоқ, зейнетақы 16.000 теңге, соның ғана еңбек өтілін қосу керек. Ол елдің екі елден келген зейнеткерлердің. Үшінші. Төртіншісі, мынау студенттер келіп оқиды, соның квотасын көбейту керек деп. 2%-дан 4%-ға көбейді. Сосын бесіншісі, 18 қараша тарихи күн, мемлекеттің тағдырын шешкен, бөліп жарылған қазақтың басын қосқанға себеп болған қаулы болатын осы күнде біз мереке қылып жасайық деп соны айтып, ана кімге апарып бердім ғой жаңағы. Асқар Ұзақбайұлына жиналыста тұра қолына апарып бердім. Сіздерде бір не бар екен жаңағы, Субар династия деген. Субар династияларыңызда бұзып отырып қолына апарып бердім. Алып кеткен сол мәселенің сол құрылтайда 4-өө шешілді дағы, жаңағы 18 қараша қалып қалды. Енді ары қарай тоқтамай жүгірдік. 18 қараша. Соның біздің билік ауысып, кім келді орнына? Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы келді. Енді ол кісіге жүгірдім. Ойбай, Қасеке, осыны бір мереке қылып беріңіз деп. Сосын ана қабылдауында болдым мен. Қабылдауында болып айтып, ананы көрсеттім. Ол кісі деген оқып, орысшасын оқып, жаңағы алып барам ғой мен жаңағы нені. Қасында Ерлан Қарын отыр, сенбесеңіз сұраңыз. Жаңағы қаулының көшірмесін алып барам ғой. Ксерокопиядан шығарып. Жасаймыз ауыт деп сөйтті. Соның орай келмей жүрген. Соның 19 жылғы әңгіме. Сосын 19 жылы Берік Уәли, жаңа айтып жатырмын ғой, Берік Уәли бауырым менің. Соған WhatsApp-ына жаздым. Берік, президенттік қабылдауында болғанда айтып едім. 18 қарашаны анау даталардың атаулы күндердің тізбегіне президент мақұл деп еді. Сол 18 қараша таяп келе жатыр. Соны бір президенттің есіне салып қойшы деп жаңағын айтам ғой. Сөйтіп едім, ол жігіт айтты, 17 күннен құлақ есіме салыңыз. 17 күнде есіне салдым. 18 күні Берігім звондап тұр. Ой, алтын Берігім менің, Берік Уәли енім звондап тұр. Әбеке, үшінші өз президентке айтып едім, президент қуана-қуана келісті. Қазір твиттеріне жазып шығарады қазір, күтіңіз, әзір жазып шығарамыз деп сөйтті. Сонда Қасым-Жомарт Кемелұлы не деп жазған? 18 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
1191 жыл Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен шетелдегі қандастарымызды елге көшіру туралы Қазақ СССР үкіметінің қаулысы қабылданды. Бұл қандастарымыздың тарихи отанына оралуына мүмкіндік берген маңызды құжат болды. 1991 жылдан бері Қазақстанға 1 миллионнан астам қазақ көшіп келді деп қаулының бас жағының фотосын салып тұрып, мына твиттерге жазып шығарды. Көріне ме, көрінбей ме? Міне. Тоқаев твиттерге жазып шығарды. Бүкіл ақпарат құралшылар көрдіңіз ба? Президент ол енді твиттерге көрінген нәрсені жаза бермейтін шығар, Қасым-Жомарт. Өте маңызды тағдыр шешті мәселелерді жазады. Өте маңызды. Мен білемін, твиттерге қарап отырасыздар ғой, өздеріңіз, сонда жүгіресіздер ғой. Ойбай деп. Міне твиттерге жазып шығарған 19 жылы, мен бұның датасын, 19 жылы, сол 18 қараша күні өстіп жазып шығарды. Енді Ағұдай деп, арғарай тағы сол мерекенің тізбегіне қашан кіргізем деп, мен бақсы жүгірдім ғой, Ерлан Қаринге өкпелей бұрсам, Ерлан Тынымбайұлына. Ол да үндемей менен қаша бастады, соны қоймай жүрдім. Айналайын, осыны жасап бер жаңа. Ұлттық кеңес. Қашан? Сонан ұлттық кеңестің жиналысы болды, 6-шы жиналыс, ең соңғы жиналыс. 21 жылы 16 қараша екен бұл да. Ана 18 қараша, мына 16 қараша, 21 жылы. Сол қарашада жаңағы президентіміз сөйлеп келді да, осы көші-қонға тоқталып, 18 қарашаны еске алып, былай деді. Құрметті Сымеке, Әлихан Асқанұлы, тыңдаңызшы, міне бүйтіп айтты. Мен өзім айтсам сенбейтін шығарсыз. Біздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев бүйтіп айтты. Баршаңызға мәлім, қандастарымыздың Тоқта, мен онша дұрыс болмай қалды. Баршаңызға мәлім, қандастарымыздың өз атажұртына оралу мәселесі. Ой, тоқтай тұр. Бұл жақта екен, мынау. Ана менде екі телефон жоқ қой, мынау. Қандастарымыздың өз атажұртына оралу мәселесі туралы тұңғыш президент. Баршаңызға мәлім, қандастарымыздың өз атажұртына оралу мәселесі туралы тұңғыш президентіміз бірқатар маңызды тарихи шешім қабылдаған еді. Ұлы көш 1991 жылы басталды. Бұған елбасының тапсырмасымен Қазақ КСР министрлер кабинеті қабылдаған нөмір 711 қаулы ресми түрде жол ашты. Бұл құжат 1991 жылғы 18 қарашада қабылданды. Көп ұзамай елбасы алыста жүрген ағайынға ақ-тілек атты жолдауын жариялап, шеттегі қандастарымызды елге шақырды. Соның нәтижесінде 1,5 миллионнан астам қазақ отанына оралды. Бүгінде олар егемен елімізді өркендетуге өз үлесін қосуда. Солардың ішінде Ауыт Мұқыбек және табысқа қоғам қайраткерлері ұлы көштің тарихи рөлін ескеріп, арнайы күн белгілеу қажеттігін айтып жүр. Үкіметке осы тарихи датаны атаулы күндер тізбесіне қосу мәселесін жан-жақты қарастырып, тиісті ұсыныс енгізуді тапсырамын. Міне, президент өстіп айтты, қасиетіңе бас, менің Қасым-Жомарт ағам қасқайтып тұрып, менің датымды атап, рахмет, өстіп атымды атап, осы қаулыны сізге тапсырған болатын жан-жақты қарап деп. Міне, 21 жылғы 16 қараша, бүгін қанша, 24-25 қыркүйек, енді қарашаңызға да аз қалды. 18 қарашаға бір аз санаулы уақыт қалды, ай қалды. Құдай-ау, жоқ әлгімнен. Алла ақбар болып кетсіз жаққа барып еді. Соны сұрау салам ғой, сұрау салып мен қат жазам ғой. Мен қат жазғышпын, білесіз. Сол қат жазып, ана не болды, осы президент тапсырып еді ғой деп қат жазсам, маған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жауап берді. Сол жауап келді. Енді жауаптың бәрін оқымайын уақыт алып. Соның мына бір жерін оқып берейін. Ең керекті жерін. Осы жобаны жариялау кезеңінде дейді. Ажы дейді. Бұл не деген сөз? Ақпан наурыз дейді. Ағымдағы жыл деген болу керек. Ақпан наурыз жақшаның ішінде екен. Ұлы көш күні мерекесін енгізуге қатысты 132 түсініктеме келіп түсті. Оның ішінде 130 пікір теріс сипатта болды дейді. Осыған байланысты жария талқылаудың жағымсыз пікірлері мен комментарийлерін, сондай-ақ халық арасындағы әлеуметтік ахуалды тудырмау мақсатында аталған мәселе кейінге қалдырылды деп
тартпаңызға салып қойыпсыз. Құрметті Әлихан Асқанұлы, бауырым, осы мен бірдеңкеге таң қаламын. Мына қарашы. Мына қара. 132 түсініктеме дейін сайтқа алген ғой, ашық үкімет сайтында. Сонда соның 130-ы қарсы болыпты. Біреуі мен шығармаған қолдаған енді. Тағы біреу шығар енді, бір мұсылман қолдап. Солар қарсы болып қапты енді. Соған байланыс тоқтатып қойыпсыздар. Әлеуметтік ахуалды тудырмау үшін дейді. Қандай ахуал тудырмақшы? Мереке біткенде сіздер 5 минутта қабылдайсыздар ғой. Ой, баяу неменеді жаңағы. Бір-біріне немен айту күні, рахмет айту күні деген бар. Тағы бір күн бар мынау. Көрісу күні деп атап жүр. Сосын мына тұңғыш президенттің жаңағы күні деген 1 желтоқсан. 5 минутта қабылдап 4 минутта қайтадан алып тастадыңдар ғой. Сонда кіммен ақылдасыңыздар сонда осындай? Айналайын. Бір мереке болып қапты екен міне, бір тал мереке. Бізге сол көп болып кетті ме сіздерге? Не сонда? Бұл жерде президент айтып жатыр ғой, Нұрсұлтан Назарбаевты тарихқа қалдыру үшін осы күнді жасайық деп айтқан жоқ. Ұлы көштің тарихи маңызын деп жатыр. Ұлы көштің, мен айтып отырмын ғой, амал жоқ. Сол енді Нұрекеңнің бағына бұйрық қапты тұңғыш президенттің. Негізі Әлихан Смайылов жасау керек еді. Енді о жақта ол кезде сіздің жасыңыз толмаса 91 жылы қанша жастасыз? Сіз қанша жастасыз? Өзіңіз есептеп көріңізші. Президент болып мынандай қол қоятын жағдайда емессіз ғой, жассыз ғой өзіңіз. Әлі де жеткен жоқсыз президенттікке. Сондықтан мына президенттің сөзін неге жерге тастайтындарыңызда таң қалам. Ана кеше айтты жаңағы. Жалпы ұлттық мүддені басшылыққа алу өте маңызды деп жаңағы тұжырымдама жасайтын кезде, көші-қон саясатын түбегейлі өзгертетін кезде, онда қайырып тастап жаңағы сталиндік репрессия жасайтын, соған алып барып соғатын тұжырымдама жасадыңыздар. Мұна біреу мерекені енді маған ұсыныңдар осы ұлы көштің тарихи маңызын ескеріп деп, соны бір тарихқа қалдырақ деп, оны басып тастадыңыздар. Осы қимайсыздар ба? Жоқ әлде сол президенттің сөзін мына сол құлақпен емес басқа бір жерлеріңізбен тыңдайтын сияқтысыздар, құрметті үкімет. Президенттің аппараты да бар оның ішінде. Неге сөйтесіздер? Айналайындар. Мен осыған таң қалып, миым ашып кетті. Бұдан да бір сорақын айтып берейін мен сіздерге. Оралман деген атауыр бәле болды, жаман болдық. Сосын соны ана мәжілісте заң өзгерген сайын, заң талқыланған сайын апарып қыдып соны кіргізем. Соны әлгі өткізе алмаймыз соны. Бекіров алдешік, мына Әлтаев деген жігіт бар ғой жаңағы. Анау ел тірегі деген партия құрып жатқан Нұржан Әлтаев. Сол жаңағы еңбек министрінде вице-министр болды. Ол да оны қолдап менің немді. Сауалнама жүргізіп, алып барып парламентке салып еді. Сол министрлікте бір қатын бар екен, қайқаңдаған қатын Шераға айтқан сияқты. Светлана деген. Сол отырды да 40-тан артық құжат өзгереді деп еді, әлгі бәрі сылқ ете түсті. Отырған жаңағы жұмыс тобының жетекшісі. Мұсылманыңыз бар, басқасы бар айтып. Сылқ ете түсті, соны өтпей қалған. Содан сол қандастардың бағы бар екен жаңағы. Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев президент болып келді да Оралман деген сөз ұнамайды маған өзгертіңдер деді ғой. Соны оны ана сайлауалды бағдарламасына да кіргізді ғой осы қандас деп өзгертіңдер деп. Как раз сол кезде жаңағы заң тағы талқыланбасы бар ма? Соны апарып жаңағыны кіргізем ғой енді. Мен кіргізген жоқ, мен өздері кіргізді президент айтқаннан кейін. Есінде қалуынша ақсақалымыз жаңағы 3 бидің біреуі. Қуаныш Сұлтанов ағамыз соны енгізіпті жаңағы жобаға. Заң жобасына. Сол талқыласақ, мұна қандас дегенді бермейді ғой бұлар. Қандас дегенге жолатпайды, ол болмайды дейді. Енді не болады? 3-4 талқылау өтті, 2-3 талқылау. Содан бұлар бауырлас дегенді кіргізді. Мен айтам аға, бұл бауырласыңда советтік сөз ғой, байымға. Анау дүниежүзілік соғыста өліп қалған әр ұлттың әскерлерін бір жерге көмесіп, соны барып гүл қойып жүрсіздер, бауырластар зират деп. Қырғыз, өзбек, мынау туысқандарды бауырлас түркі халықтар деп жүрсіздер. Мен қандасты берсеңіздер шағатайлар, қисаңдарша. Десіп жоқ дейді. Сұлтанов айтады. Қуаныш Сұлтанов айтады. Мұқибек дейді. Мен кеше ана президентпен Пекинге барып келдім Қытайға. Ол жерде қандастарды айтып отыр. Бізге бауырлас деген сөзін айды деп анжақта қандастар айтып отыр дейді. Қандастар айтып отыр дейді. Бауырласын айт дейді. Сондықтан бауырлас деген жақсы сөз. Жарайды дедім мен. Айтты Оралманнан құтылсақ болды. Қандас бауырлас болса да кессінші. Бірақ онша өтпей тұрды маған. Қандас деген жақсы ғой. Президент айтты. Жаңағы президенттің несін оқып бердім расында әлгі.
жолдау кішкентай кітапша болып шықты, соны апарып оқып бердім. Міне президент тыңдамайды. Қасым-Жомарт Кемелұлының сайлауалды бағдарламасындағы оралман деген сөзді қандас деп өзгерту керек деп президенттің сайлауалды бағдарламасына кірді ғой. Бұл мәселенің маңыздылығын айтайын сізге. Маңыздылығын. Жаңағы атаудың кішкентай болса да президент қандастарға кішкентай болса да соны үлкен бір министрліктің деңгейінде шешіліп кететін нәрсе сол. Әйтпесе жаңағы Әшекеңдер мен Қошекеңдердің басқаратын мәжілісінде, парламентінде шешіліп кететін нәрсе енді бұлай. Соны шешпей қойғаннан кейін президент сол кішкентай болса да сол мәселеге мән беріп, өзінің сайлауалды бағдарламасына 5 жылдық соған кіргізді ғой. Міне соған қарамастан анау өткізбей тастады жаңағы мәжілісіңіз. Бауырлас деп қабылдап жүр жұмысты. Соны ашуым келіп шықтым да неме жаздым. Жаңағы Фейсбуктағы парақшама. Оған да қарамай соны Абай Кезетке, Абай Кезетім бар. Қарашалға жүгінем, Қарашалдың атындағы Абай атамның сайты ғой, енді Абай атам аты. Дәурен Қуат. Мен жазып шыдасам, ол басып шыдайды. Айта көсілесі болды, балалардың біреуіне жазғыш, мен жазсам, анам Мұқибек өзі жаз деп айтады ғой деп бір балаға, ол кергіп, мен біреудің заказын мен жазбаймын. Ойбай, әке өкі деп жүріп, оған жаздық. Ода Қытайдан келген бала екен, кейін кетіп қалды. Ода сіздер сияқты екен енді сол. Сондай бала екен. Содан әлгі жазды. Мәжіліс Тоқаевты тыңдамады деген. Менің тақырыбын қойып берген. Мәжіліс Тоқаевты бойына тоғытпады деп қойып берген, мен кейін солай кетеді ғой. Сөйтіп едім, олар жұмсартып, мәжіліс Тоқаевты тыңдамады деп шығарып, соны Берік Уәлиге жіберем. Ойбай, Берікжан айналайын. Мына президентке айт және. Мына өсіп сайлау алдында кіргізіп еді, мыналар өсіп қабылдап тастады деп Берік Уәлиге мақаланың сілтемесін жіберіп едім. Ертесінде Берігім звондайды бейсенбі күні. Қай күні екен? Бейсенбі күні. Ой, аға, өсіп жаңа шай ішіп отырғанда президентке көрсетіп едім. Я, болмайды, қандас деп кіргізсін деп твиттеріне жазып шығарады қазір. Түстен кейін барғанда айтыңыз дейді. Мынада сөздер бар енді, таба алмаймын ғой. Айтыңыз барып балалар, ұят болады, президенттің сөзін өйтіп қайтармасын деп айтты. Қайтармасын деп Берік кәдімгі маған сөйлеп, WhatsApp-та сөйтті. Апарам деді. Қазір бәріне бірден таратып берем президенттің твиттердегі сөзін шығарып алдым көп қағазға. Деп түстен кейін сол жұмыс тобының жиналысы болатын, соған барам ғой енді. Барсам, жоқ, олар алтта мен де бір мақаланы сарт еткіздім ДАК газетіне. Бапи ағам қасқайтып отырып басып берді. Қандасқа қарсы болмаңыз деп Қуаныш Сұлтановқа хат жазам ғой. 25 жыл депутат болып Қуаныш Сұлтанов бір бап өткізбеген ғой. Сол өткізген жалғыз жаңағы бап екен жаңағы. Енді өмірбаяны ұзақ кісі ғой. 25 жыл депутат болып сол 50 жылға таяу қызметінде. Сонда өткізген сол жалғыз бап екенін сөйлеп отырады ғой осылар. Сөйлеп отырады, жақтан әкімшілік жасап берген, сол нотариус ретінде бекітіп беретіннің үлкен ақсақалы бата беріп сол кісілер соғыс. Сол жаңағы мақала жазам ғой. Өткізгеніңіз 25 жыл депутаттық өміріңізде жалғыз бап екен. Шіркін-ай, ең құрғанда ана сенатқа барып қайтса жақсы ғой дедім ғой. Бір аптаға жетпей мәжілістің босағасынан шықпай жатып, ома қасық қалды-ау қайран деп. Соны ана Қасым-Жомарт Кемелұлы бүйтіп жазыпты. Өр жағын орысша жазды. Соңғы жолы сұмдық сөз жазған. Жеті атасын білетін халыққа қандас деген ұғым жарасады депті. Жеті атасын. Демек, жеті атасын білген адам ол текті адам. Сол тектілерге мына қандас деген сөз жарасады дейді. Оның енді ар жағын айтпай қойын, өздеріңіз білесіздер ғой. Демек, мына көші-қонға оның әрбір түйініне Қасым-Жомарт Кемелұлы осы өз қолымен осылай етіп твиттеріне жазып отырып өстіп қарайды. Бірақ неге екенін білмей, ана жаңағы президенттің әкімшілігіндегі Ақтеке мен Ағешкі мен Көктеке, сосын құрметті Әлиқан бауырым, сіз, сосын жаңағы мәжіліске келгенде заңдардың бәрі өтпей қалады ғой жаңағы Әшекең мен Қошекең. Олар сонда қай жерлеріңізбен тыңдайсыздар бұл президенттің сөзін? Неге осындай осы атқармайсыздар сіздер? Мен таң қалдым сонда. Елде тоғытпайсыздар ма бойларыңызға Қасым-Жомарт Кемелұлын? Өздеріңізді бір әулие санайсыздар ма? Дәнішпан санайсыздар ма? Мен таң қалып жатырмын. Ашық айтыңыздар, егер ұнатпасаңдар, ашық айтпайсыңдар ма мен осы? Бә, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мына көші-қоныңды қойшы, бізге ұнамайды мынау. Не мереке, сереке деп айтпайсыздар ма? Я, оған айтуға жарамайсыздар. Ойбай, айтсаңыз болды, президент айтып жатыр деп құрдай жорғалайсыздар. Құр жете алмай қалады сіздерге. Құр далада қалады, шаңдарыңызда қалады сіздер жүгіргенде президенттің айтқан сөзін ары қарай. А көші-қонға келгенде,
баспайсыздар бүйтіп, айтқанын тыңдамайсыздар. Мен осыған таң қалып жатырмын. Енді мен қаттырақ сөз айтайын десем, Әлихан Асқанұлы, мен сізді танымаймын, көрген жоқпын. Әшекеңдер, Қошекеңді танымаймын, көрген жоқпын. Әшекең сияқты біреу қол алысып болсақ, басқа сөздерді айтып жібереді дейді, енді қатты сөздер. Сондықтан енді танымайтын адамға қатты сөз айтуға адам өзі де қысылады екен. Кішкене ана құлақтарыңыздың бір тығынын алыңыздаршы, көш дегендегі. Көрдіңіз ба? Енді мерекеге келейік. Ауыт Мұқибек бұл мерекеге неге жүгірді бұны? Құлғанадай қуам ғой мен. Бірдеңкені құлғанадай қуам. Осы көші қоймаңшы. Құлғана деген ауру бар. Жеті атасының ар жағында біреусінде болса, сол қуады екен ана. Ұрпақ. Мен мына мерекені сол құлғанадай қылдым. Осыны жасатам деп. Бұл маған атақ үшін керек емес. Әрине атақ болады ғой, президенттің аузынан атың аталып жатса, осы мереке болып сіз енді қол қойып жүрсеңіз, ары қарай мерекелердің тізбегіне кірсе, менің өмірбаяныма жазылады ғой. Ауыт Мұқибек деген осындай бір даукөс бар еді, солай қайлап жүріп баяғыда кіргізіпті деп жазады енді. Одан енді сол адам маған бір мүйізде шығып кетпейді содан. Мүйіз шығып кетпейді. Бірақ енді ана Раяным қуанады ғой, әкем осындай жасатқан екен деп. Осы мереке не үшін жасап жатырмын мен? Не үшін, неге керек? Айтыңызшы. Жарайды, біреулер ойлайтын шығар, Ауыт Мұқибекке керек, қандастарға керек дейді. Қандастарға да, бізге, маған да керек әрине. Бірақ ең керегі Әлихан Асқанұлы, сізге керек. Өкімет, айналайын өкімет, айналайын кім, президенттің әкімшілігі сіздерге керек. Осы мереке бар ғой, тұп-тура сіздерге керек. Сіздер мәнін түсінесіздер ма? Әшеке, Қошеке сіздерге керек. Оң құлақтарыңызбен естіңіздер. Сымеке сізге керек. Ақтеке, Көктеке сендерге керек. Ақешкі, Көктеке. Не үшін керек екенін айтайын? Не үшін керек екенін айтайын? Міне, арға бармай-ақ қойайын. Кеше президент жолдауда, мұнда оққан жоқсыздар сіздер, айтты ғой, қандастардың көшіп келуіне және ішкі миграцияға қатысты саясат түбегейлі өзгереді дейді. Бұл орайда демографиялық және экономикалық үрдістерді ескеру керек, сондай-ақ жалпы ұлттық мүддені болашаққа алу өте маңызды дейді. Демек, көші-қон саясатын өзгертесіздер. Мына өкімет айқындап қойған өңірлерді халыққа толтыру керек. Жылда квота бөлесіздер, оған ақша сарып жатсыздар. Бұл стратегиялық маңызы бар. Стратегиялық маңызы өте маңызды, терең жоба. Бұл қаулы ұлы қаулы. Сізден бұрын өкімет шығарған бұны, бірақ олда Назарбаевтың есімен шығарған. Онда сол ұнатпайтын шығарсыздар. Мүмкін Назарбаевтың аты бар ғой. Назарбаевтың кезінде шыққан. Осы жобаны іске асыру керек. Президент қадап отырып тапсырды ғой. Әне жобаларыңызды жасадыңыздар, тұжырымдамаларыңызды. О да жаңағы менің жаңағы Қуаныш Сұлтанов ағамның жаңағы өткізген бабы сияқты жаңағы бір аптаға жетпей тыраға асайын деп тұр олыңызды. Құдай бұйырса, оны да азған тыраға асырамыз. Басқадан жасаймыз енді. Ол жөнінде басқа күн айтайын. Бәрібір осы жоба жасалады, керемет болып жасалады. Бұл мереке сіздерге керек. Енді сол жобаны жасайсыз, солтүстікке қазақты тартам деп жазсыз. Ол қазаққа бір сөз керек қой, бір сөз айтуың керек қой. Бірінші кезекте сөз айтуың керек. Әзір қалай болып тұр жағдай? Әзір ана Абайдың өлеңінде бар еді ғой жаңағы. Байда мейір, кедейде пейіл жоқ дейді. Сіздерде мейір болмай тұр, сондықтан ол бармайды. Ал енді соны тарту үшін Әлихан, бауырым, мына мерекені сен бекіт ананың ішіне кіргіз. Сосын сен деп айта берейінші, енемсің ғой, мен жақсы көрген адамдар сен дейді. Сосын сіз ана неге барыңыз жаңағы? 18 қараша күні сол мереке болып бекіттіңіз да, одан бұрын ертең бір бекіттіңіз дүйсенбі күні. Сосын сол мерекенің бірінші мерекені сол солтүстік Қазақстан облысында ма, еле Павлодарда ма? Қайсан өкімет айқындаған облыстың біреуінде өзіңіз барып өткізу туралы тапсырма беріңіз ана әкімге. Сосын барып, сол бірінші мерекені, 18 қараша ұлы көш мерекесін сіз сол жерде тұрып, өзіңіз шығып, халықты жиып, әншілеріңізді апарып, ақындарыңызды апарып, мен бармай ақ қоймын, мен шақырмай ақ қойыңыз. Сол жерде ана Әшекең, Қошекеңдердің депутаттарын қосып алып барыңыз, ар жақтан әкім қараларыңыз келеді, отырып ана мерекені тойлаңыз. Сосын сол жерде тұрып сөйлеңіз қасқиып тұрып. Міне, ағайындар, құрметті қандастар деп бара Назарбаев сөйледі ғой баяғыда. 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа жылда, бірінші жаңа жылдың 31-інде кеш айттым ғой. Алыстағы ағайынға ақ тілек деп тұрып, құрметті отандастар, сіздер осығанға дейін Атамекенге келе аламыз ба, келе алмаймыз ба деген сұрақтың сіздерді
жаңағы қинап жүргенін білем деп, міне біз осындай қаулы қабылдадық, атамекен сіздерді шақырады, міне ата баба аруақ алдыларынан жарылқасын деп сөйлегенде радиодан осы 1,5 миллион қазақтың 1 миллион сол кезде лап ете түскенбіз Қазақстанға. Ана сөзге бәрін тастап, мен директорлығын тастадым, анау академиктігін тастады, анау бүкіл емханада істеп жатқанын тастады, қойшы, Бекен Қайратта бірдеңкесін тастады, Ақеділ Тойшанда тастады. Әуел оны қойып, әйелін тастап кеткендер де бар. Келмеймін деген әйелін тастап қаншама қазақ келді Қазақстанға. Бәрін тастап, үйін тастап Қазақстанға сол Назарбаевтың бір ауыз сөз үшін ұштық қой. Сол сияқты сіз жаңағы мерекені бірінші бекітіп, құрметті кім жаңағы Смеке Әлихан Асқанұлы, сол бірінші мерекені өткізіңіз. Ар жағында 2 күннен кейін 20 күні кезектен тыс сайлау келеді. Ол сайлаудың да несін жасап жүресіз жаңағы. Міне президентіміздің тапсырмасымен келіп тұрмын. Осы мерекені президент өз аузымен айтып тапсырған болатын. Назарбаев айтпай-ақ қойыңыз. Ол бәле болады. Ол жерде халыққа айта беріңіз. Сөйтіп айтсаңыз, сойбай керемет болады ғой. Мына халық деген басып қалады, басып. Мына бар ғой, Әлихан бауырым, бұл қазақ, бұл өз сөзге тоқтайтын. Мен ана күні сіздің министріңізге айттым жаңағы, Тамара Дүйсеноваға айттым. Осы солтүстікке баратын бағдарламаны маған жасатыңызшы, біз жасайық. Бір топ жігіт бар, ақылдасып сіздің үкіметпен, президент әкімшілігімен, жаңағы министрлікпен, Әшекеңмен, Қошекеңнің депутаттарын қосып алайық бір екшеуін. Бар ғой жерде. Мен отырып берсін, Бақытбек Смағұлды берсе болды бізге, еснеп, құсынап, анда-санда өлеңдетіп, өлең оқып беріп бізге соғысы, тағы кімді бересіз? Сайрыпты беріңіз, енді анда-санда сөйлегенге керек олда. Тәпсір бар ғой, жазып берген әліппені алып қолына. Сол кісілерді беріңіз, соны біз жасайық. Көші-қонның саясатын енді өзіміз жасайық. 30 жыл сіздер жасап қарқымадыңыздар ғой деп айтқам. Сол саясаттың біз жасайтын жобаның, жаңа тұжырымдаманың бірінші бөлігі мен бүгін айтқалы отырмын. Бірінші бөлігі сөз. Білдіңіз ба? Бұл сөз дегеннің құдіреті сұмдық, қазақ сөзге тоқтаған халық. Әлихан кім? Асқанұлы. Сіз мына бірінші сөзді дұрыстаңыз. Абай айтады ғой. Абай айтады. Сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел дейді. Абайдың заманында сөз түзелген. Енді біз түзелдік, Құдайға шүкір. Абайдың заманында қазаққа қарағанда біз әзір жақсымыз. Сіз де керемет адамсыз, Абайды оқисыз, бәріміз Абайсындамыз. Мен де Абайсынып отырмын. Шетінен қазақ Абайсынып сөйлейді. Абай бүйтіп айтқанда, мен жаман мен де айтып отырмын. Демек, сөзді түземіз мына. Ола қазақта ол аш жүрген жоқ, ол қазақ. Ол қазақ жалаңаш жүрген жоқ. Ана солтүстікке барғысы келетін қандастарды айтып жатырмын. Оның үстіне президенттің тапсырмасында жаңағы саясат өзгереді дегенде ішкі миграция дегенде бар. Ішкі миграция. Ол мына мереке тек қана шеттен келген қазақтардың мереке емес. Жалпы ұлы көш деген ұғымның мерекесі ол. Тарихи, ішкі көші-қонда бар. Демек сіз сөзді түзеңіз. Абай айтқан ғой, сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел деп. Бұл қазақ сөзге ереді, сөзге. Мына қараңызшы міне. Өз қазақтың шығарған сөздері. Күн шалмас, қараңғы көңілді сөз шалады дейді. Күн шалмайды адамның көңілін. Бірақ сөз жетеді екен. Жақсы, жылы сөздер айтсаң, жылан іннен шығады дейді. Қазақ айтады. Мен көрдіңіз ба? Сосын айтады. Өмірден көзің кетсе де сөзің кетпесін дейді. От сөйерде тұрып сіз бір ауыз сөз айтыңызшы. Назарбаевтың жаңағы керемет сөздерін біз айтып жүрміз ғой, жаттап алып. Жаңағы ата аруақ алдынан жарылқасын деген сөзін, қазақтың табанына, шетте қазақтың табанына кірген шөңге менің маңдайыма кірсін деген тағы қандай сөздер Назарбаевтың. Айналайын бауырым кел дағы жер жетеді бая деген сөздерін біз жатқа айтамыз ғой. Назарбаевтың қандастар туралы айтқан сөзін бәрін мен жатқа айтамын. Мен Қасым-Жомарт Кемелұлының да сөзін жатқа айтамын. Екі ақ сөз айттыңыз, жаттап алдым. Міне сөздің құдіреті. Біз сол сөз үшін сол екеуінің жолында өлеміз. Мен Назарбаевтың жолында өлем деген осы баяғыда. Мен бар сынаған жағымпазсың деп. Мына осы сөз үшін, көрдің бе, мен сол сөзге тоқтаған адаммын. Міне Қасым-Жомарт Кемелұлының да сол қасиетті парыз деген сөзімен кешегі 1 қыркүйектегі жаңағы көші-қонға түбегейлі өзгеріс енгізіледі, жалпы ұлттық мүддені басшылыққа алу өте маңызды деген сөзіне мен құлап түстім. Осыны мойныма тұмар тағып жүрмін, қайта сіздерге айтып жатырмын. Демек, осындай бір сөз қалу керек сізден де. Өмірден көзің кетсе де сөзің кетпесін дейді. Әлихан Асқанұлы. Сол жерге барып 18 қарашада мерекені сол жерде өткізіңіздағы бір сөйлеңіз. Енді ондай қараңыз міне, сөз адамның айнасы дейді. О, жарқырап бір көрсетіңіз. Абайдың енді көп қой бұл. Сөз түзел дейді. Тыңдап, оны айттым жаңа.
Біздің Ғабиден Мұстафин да сөз қаруы ой депті. Ақылды ой, алғы сөз адамның ең жоғарғы қасиеті дейді. Ойбай, мынан қара. Мына қандастар туралы айтпай жатсыздар. Демек қандастар туралы қасиет жоқ болып тұр ғой. Жаңа Ашекең Қошекеңдерде сондай қасиет болыңқырамай тұр. Сосын айтты, Сәбит Мұқанов деген атамыз айтты, сөз халықтың қымбаттан қымбат кені депті. Көрдіңіз ба? Ол тегін адамдар емес олар. Құдай бекер жаратпаған. Сосын тағы айтқан, сөз өнер атаулының ең қиыны мен ең күрделісі дейді. Ойбай, Балзақ айтты. Бұл жаушапсын қорқытады. Бұны сендер осыны оқымағансыңдар. Қиыны дегеннен соң жоламайсыздар көп сөзге. Көп сөйлемей отырып алатындарыңыз. Сондықтан айналайын Смеке сөйтіп мына сөзді түзеңіз. Егер ойбай мен сөзім онша емес, анау деп десеңіз, ана Ашекең мен Қошекеңнің кешегі тапсырмасы бар ғой, жаңа депутаттарына жазып беретін, сонда біз қатырып отырып жазып береміз. Алаңдамаңыз. Әдемілеп отырып жазып береміз. Мынау шеттен келетін қазақтарға қандай сөз ұнайтынын бізден артық білмейсіздер. Мен жазып беремін. Мысалы, Қытайдың қазақтары қандай сөздерді жақсы көретінін жаңағы. Білем оны. Ана сіз мына жылда квота бөлесіз ғой үкімет, мысалы. 22-ші жылы 1499 адамға квота беріпсіз. 21-ші жылы 941 адамға квота беріпсіз. Ақша ғой бұның бәрі үкіметті ақшасы. 20-ші жылы 1378 адамға, 19-ші жылы 2103 адамға квота бөліпсіз. Енді оны санап есептемедім, қанша ақша екенін өзіңіз білесіз. Осы бір тиын шығыныңыз шықпай олар лап ете түсуі мүмкін. Егер сөзіңізді дұрыстасаңыз, сөз дұрысталды деген сөз, пейіл дұрысталды, ниет дұрысталды деген сөз. Сіздерде қазір ниет жоқ, пейіл жоқ. Ол туралы президенттің айтқан сөздерін, берген тапсырмаларын, в общем, лақтырып жатсыздар. Білдіңіз ба? Сондықтан соның бәрін құрметті Смеке түзеуіңіз керек. Сөзді біз жазып береміз, мысалы. Ана Қытайдың қазақтары туралы сөзді біз ақ жазып берейік. Оның ішінде Алтайдың қазақтары, Ленің қазақтары, Тарбағатайдың, Шәуешектің қазақтары, Баркөл, Құмылдың қазақтарына қандай сөз ұнайтынын шейін ашылап тұрып жазып берейік. Сөйлеңізші, қасқайып тұрып қазақша. Кешегі Оспан Батырдың армандаған тәуелсіздігі міне келді. Ол ана Қытайдағы Алтайда құрылмаған мен міне осы мынау Қазақстанда міне сол тәуелсіздік келіп көк туымыз желбіреп тұр деп Оспанның аты шықты ма? Бітті. Алтай, ана Монғолияның несі деді? Баян Өлгөй. Басық балады. Кешегі ана Ресейден кеп басық бағанша соғыстан қашқандардың оның қасында түк болмай қарады. Бөкөл Керей ата, Монекабақ Керейі, оның құда жекжаты бірақ. Осы сөзді айтыңызшы, Оспан деп. Аржанда Жәнібекті қосып қойыңыз, Сұқа Батырды қосып қойыңыз. Бітті. Ешкім қалмайды. Баян Өлгөйде де Қытайдың Алтай, Тарбағатайындағы бүкіл кетеді. Айтыңызшы, құрметті. Әнеке, сосын бүйтіп қойыңыз. Мынау ауылдар бос қалып жатыр. Осы ауылдан бір ауылға ен салыңыздар, келіп қоныстаныңыздар. Мен болашақта Оспан Батырдың атында бір ауыл берейін деген ойым бар деп қойыңыз. Орысша атаулар бар, ауылдар көп қой. Бітті. 12 бақ керей бараттан сол ауылға симай, ұрсыққа жүрмесін бір-бірімен таласып жайға. Сосын Ленің қызайлары бар. Оларға айтасың, қызай анам деп қоясың. Ол сізге ту сөз. Сізде сояқтың баласы болуыңыз мүмкін. Екеміз, сіз нағашы болуыңыз мүмкін. Солай деп естеймін. Оған айтып қоясың. Кешегі Ақбар Сейіт, Шаймақ Төңкерісінің тұңғыш оғын атқан, мен жақсы білем деп қойыңызшы. Сол кісілерде бір ауылды алып мына жерде, қызай ананың ауылы тұрсын мына жерде. Мынау Ресеймен шекарада жағы Оспан Батырдың ауылы тұрсын, Сұқа Батырдың ауылы тұрсын, Жәнібек Батырдың ауылы тұрсын, мына жақта Ақбар Сейіттің ауылы тұрсын, мына жерде бер жағында қызай ананың ауылы тұрсын, жарқырап десең бітті. Ленің қызайлары деген басады ғой әлеке. Басық болады. Соның бір олардың да тұлғалары бар ішінде. Сондайды жақсы көретін жағы. Наурыз өткізетін, бір бапстар, бір ауылға барды деп тозып кетті. Не дейді, Өстемір дей ме, қызайна деп көше алып. Көшелерін салыңдар деп, көше берем де. Облыс орталықтарынан бір көшені берем дейші соларға. Квота бөлмей-ақ қой. Жер беретін заңыңды дұрыстап қойсаң болды. Ана қызайлар керейлер. Сосын Шәуешектің халқы бар, Қытайдағы айтып жатыр мен мысалы. Шәуешектің халқы бар, оларға айтасың, Башбай дейсің. Башбай деген бай болған. Бүкіл малын халыққа таратып беріп жүретін. Сосын Емілден көпір салған. Соны айтып қоясың. Міне Башбай атамның ұрпағы көпір салған екен, Башбай атам Емілден. Міне сіздер өздеріңіз екі елдің арасында көпір болып, Қытай мен Қазақстанның арасында алтын көпір болып едіңіздер. Бүгін міне Ресейдің шекарасына келіп тұрсыздар. Ресейге
Көпір болатсыздар енді сіздер. Мына жасаған өнімдеріңіздің бәрін сояққа апарып сатасыздар, байысыздар. Әзір Ресейде соғыс болып қымбат болып, ет қымбат, сүт қымбат деп қойыңыз. Біз соған мүмкіндік жаратып береміз деп қойыңыз. Сөз деген осы, құрметті Әлеке. Соны бүйтіп айтыңыз. Әкімдер, менің мына қандастарымның бір тал шашы түсетін болса, мен сендерден бастарың кетеді. Мен сендердің бастарың кетеді десеңіз, енді әкімдердің жүрегі тоқтап қалмасын. Осы мен есеп алып кетесің қызметтен деп бір көмекшіңіздің ба біреудің бір телефонын беріп қойыңыз. Мына телефонды жазып алыңдар да, әкімдер жұмыстарыңызды бітіріп жақсы қарамайтын болса, маған звондап тіке шығыңыздар. Мирзаев сөйтеді ғой, Өзбекстанның президенті жүгіріп жүреді ғой. Махалла, катта деп жүгіріп жүреді ғой. Сіз жүгірмей-ақ қойыңыз, сөйде тұрып осы бір 15 минут сөйлеп, сол үш аймақ, Баян Өлгей туралы айтып кетіңізші. Сосын енді Өзбекстанның қазақтары бар, Қарақалпақ. Оларға не айтатынын мен білмеймін. Оны енді Бауыржан Бабажаннан сұрап аламын оны да. Мен Бауыржан Бабажан деген құрдасым бар, Түркістан газетінің бас редакторы, содан сұрап аламын. Қарақалпақтың қазақтарына сендерге. Оларға көп адайлар. 12 байыл дейсің бе, кішіздер ғой енді оны. Сосын Свет Қалиағаннан сұрап аламын, сосын Сабыр Адайдан. Айтады екен, әр қазақ менің жалғызым. Әр қазақ менің жалғызым. Біздің қазақтар деген кетті ғой мынау қиын замандарда, мынау батыстағы Қызылорданың қазақтары деп айтасыздар. Неге кетіп қалды? Иранға, Түркменстаннан келіп жатыр. Кіме анау Маңғыстаудағы 700 отбасыға тіркеу бермей жүрген деп соны айтып қой. Шешілсін бүгіннен бастап деп соны сөзді шешіп жүріңіз. Тіркеу берісінде бір жыл болды, тіркеле алмай жүр. 708 қазақ депортациялайын деп жатыр. Ол туралы кейін сөйлеймін. Әлеке деп осындай бір айтып қойыңызшы, біз жазып береміз, дайындап, қатырып, айтпаса тіпті арчаңызда супілер ме деген тұрады ғой. Сөйтіп айтып тұрады ба, бірдеңке қалай айтпаса Қайрат Нұртастың әні ұқсатып әлгі неменеге қойбаңыз әлгі. Не деп сөйтіп? Әншілердің айтатын әлгі. Фонограмма қоясыз ба, бірдеңке қылып, сөйтіп бір кетіңіз. Квота беріп, өкіметтен ақша шығындап керегі жоқ. Қандастар басып қалады, Әлеке. Ол үшін жаңағы мерекені дұрыстаңыз. 18 қарашада барып, сіз осылай істеңізші. Мен бұл жобамның бірінші несі. Бірінші бөлігі. Осы сөз үзесек, білмеймін, солтүстігін толып қалатын сияқты қазаққа. Сөз болмай тұр. Сөз дұрыс болмай тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан құрметті Смеке, Әлиқан Асқанұлы, бұл енді қазақ айтады ғой. Жел сөзді сенен аяп не қылайын деген өлең бар. Сондықтан жел сөзді аямаңыздар бізден. Біз соған мәз болып, соның арасында байқамай, енді сізде қазақтың баласы ғой, байқамай біздің жазып бергеннің арасынан шығып кетіп басқа бір сөз айтып қалсаңыз, жаңа мақалды көрдіңіз ғой, өмірден өзің кетсе де сөзің кетпесін деп айтыпты ғой. Сол сөзіңіз тарихқа қалып қалуы мүмкін. Болмаса жаңағы біз оны таласпаймыз. Ой, мен жазып беріп едім деп біреулер жүреді. Ана сөзді мен жазып бердім, мен өйтіп айтпаймын. Енді кім айтып қойып жүрмесе жаңағы. Бауыржан мен Маралтайлар айтып қойып жүрмесе, мен жазып берген деп мен айтпаймын. Сіздікі болып кетсін, кітабыңызға кірсін, газетке шығады ертесінде бір құрап, ой, сосын мен дүрілдетем, құрметті біздің өкімет басымыз Әлиқан Асқанұлы Смекең деген өстіп солтүстікке міне айналайын қазақтар. Енді не керек сендерге? Одан артық. Премьер-министрдің өзі барып өстіп тұр ғой міне. Мерекеге барып тұрса 18 қарашадағы ұлы көш күні деген мерекеге деп. Ұлы көш күні дегенді мен бір жақтан менікі мынандай болатын. Ұлттық көші-қон күні болатын. Сөйтіп едім, оны сөйтіп жүргем. Сөйтіп президент айтқан кезде ұлы көш осылай басталды дегеннен президентке әдемі екен. Сол ұлы көш деп жүреді. Ұлы көш деген жақсы. Бірақ әлі кім айтып жатыр мен сөйлескенде? Тамара Дүйсенова осы ұлы көш деген болмайды екен, қазақтың бәрі көшпенді болып кетеді екен, бәрі көшіп келген сияқты болып кетеді екен деп өзінің бір философиясын айтты. Енді түсінуге болсын, соны айттым. Сіз асықпаңыз бұған. Келесі апталардың ішінде ғалымдарды жиып талқылайық осы ұлы көш дегенді. Менше ұлы көш дұрыс деп. О, ұлы көшке тиіспеңіз. Сіздер президент айтқанға тиіспеуші едіңіздер ғой, президент айтса болып еді ғой. Сондықтан бұл мен халықтың өкілімін, жаңа халықтың менің арт жағымда тұрған халықтың пікірін тыңдадыңыздар. Ойбай, Ауыт Мұқибек дұрыс айтып жатсыз. Осылай, өйту керек, бүйту керек деп халық мені қолдап жатыр. Сондықтан енді ол халықты мен Ақорданың алдына апарып, бәйтеректің басына шығарып, облыс орталықтарын айғайлатып, бір туды ұстатып алып, ұлы көш деп айғайлатпай қояйын, ұят болады енді. Президенттің сайлауы өткелі жатыр. Онсыз да проблема жетеді, айғай-шу көп, не орыстар қаптап кетті деп, ойбай бәріміз көшеге шығамыз, студенттер далада қалды, жатақхана жетпей жатыр деп, сіздерді жау жағадан алып жатқанда тынақша ішінде. Бөретектен болып бізде бүйтіп қандастар шықпай-ақ қойсын. Осы менің сөзімді тыңдаңыздағы құрметті Смеке.
осы мерекені дұрыстап қойыңыз. Бірақ ертең бұл болмай қалса президентке жетіп қап, ұят болып қап жүрмесін. Түсіндіңіз ба? Менің айтайын дегенім осы бүгін, құрметті ағайындар. Аман болайық, әңгіме көп, Құдай бұйырса. Тағы да қолдап ертең көрем қандастарым. Осы менің анау Ұлы Көш медиа деген сайтымды көретін, Фейсбуктағы парақшамды көретіндер пікір жазыңыздар сіздер. Бір лайк басқанға да жетпей жатыр. Фейсбуктағылар ана жақсы ана Ұлы Көш медиа YouTube каналдағы парақшама жақсы пікірлер жазып жатыр. Маған ұнайды екен, мақтау жақсы екен. Әлеке, сізде мақтаймыз сосын, осындай міне біздің премьеріміз деп сіз тарихқа қаласыз. Бірақ айтып қояйын, 6 миллион, 8 миллион қазақтың тағдыры кісі ойнайтын нәрсе емес. Айттым ғой, антты беріп алып, менің қызметімді адалдықпен атқарамға ант етемін деп ап, басқаша істеп жүрсеңіз ант атады. Ант атқан деген жаман нәрсе ол. Ант атқан дейді ғой, ант атқан. Мен ойлаймын осы Әшекең, Қошекеңдерді сол өтеметі Әшекеңді ант атып кетті екен деп. Осы айтты ғой, ұялмайым, қызармайым деді ғой. Ант атқан адамдар сондай аузына келген бапылдап сөйлейді, ода буын болмайды. Анау айтса оған мақұл, мынау айтса мынаған мақұл. Ант атып кеткеннен кейін өзі сондай берекесі кете бастайды адамның. Түсіндіңіз ба? Сондықтан мына халықтың тағдырымен ойнамаңыздар. Пейілдеріңізді түзеңіздер, сөздеріңізді түзеңіздер. Сондай. Ол Абайды не үшін жақсы көреміз? Қайталап айтайын. Абайды жақсы көретініміз, Абайдың сөзі жақсы. Абайдың сөздері жақсы. Бәріміз жақсы көреміз. Өйткені адамның осы қышыған жеріне тиеді ғой осының сөзі. Ол сөз жалпы бір қыздарға болмаса, былай қазаққа дұрыс сөз айтпаған кісі өзі. Бәрімізді аң деді ғой, малсындар деді ғой. Сұмдық сөздер айтты ғой. Лап еткіш, не дейді? Лап еткіш, көт айланғыш, тағы ойланғыш дейді. Лап ете түсесіздер ғой, ойбай президент айтты екен деп. Неге көш онға лап етпейсіздер? Соған таңғалып жатырмын. Аман болайық, ары қарай осымен доғарайын, көп сөйлеп кеттім енді. Мына жерде кім? Құлтөлеу Мұқаш ағам отыр екен. Мен де ол кісінің парақшасын қалдырмай оқимын. Жаңағы Сәбит Мұқанов, ұлылардың бәрін дәріптеп жатады. Мына жерде Жеңіс деген досым отыр. О, кәсіпкер міне. Әй, Әлеке, рас сен мына ақша деп жатырмыз ғой. Мемлекеттің жағдайы қиын анамын. Қорықпаңыз. Ана мерекеңіздің ақшасын көтеріп тастайды. Мына жеңістерге айтсаңыз, Мейірхан жеңістер дегеннің ақша дегенді сыйғыза алмай той жасағанда жаңағы батырлардың тойын жасап, біздің Жәнібектің тойын дейсің бау, Суқа батырдың тойын дейсің бау. Құдай, біздің Қызайдың жігіттер деген жылда наурыз өткізеді. Ақшаны қайда төгерін білмейді. Ана мереке жаңағы 11-18 қараша бар ғой. Сол мерекенінде бірақ біздің қандастар көтеріп тастайды. Түсіндіңіз ба? Одан да қорықпаңыз. Тек қана сіз жаңағы сөзді дұрыстап айтып берсеңіз болды. Шын пейіліңізбен, жүрегіңізбен айтыңыз. Өзіңіздің халқыңыз ғой. Біз сіз екеуміз сұрассақ, қазақ айтады ғой, қасында қатынның қарын бөле шығады деп. Бір жерден екеумізде туыстық боламыз сіз екеумізде. Сондықтан Әшекең, Қошекеңдерді аяғың ұшпай енді сіз өйтеді деп ойламаймын енді. Әлихан Асқан бауырымшы, Әшекең, Қошекеңдердің жол деген енді бір құрған жол ол енді. Бәрін көтенің астына басып алып, я заңды дұрыстамайды. Әйтеуір сол жүреді, ананың атын ауыстырып, мынаның атын ауыстырып, енді ертең ненің атын ауыстырар екен сол. Сондықтан мынаның ішінде Назарбаевтікі бар екен, Назарбаевтың кезінде жасалды екен десеңіз қателесесіз. Егер Назарбаевтың кезінде жасалған үшін өстіп жатқан болсаңыз, қатты қателесесіз. Онда мына астына алып тастау керек, бәрін шағып тастауларың керек. Ана салынған жолдарды Назарбаев салған, бәрін быт-шытын шығарып алып тастаңыздар онда. Енді сол кісінің уақытына тура келіп қапты. Осындай қаулы қабылдау 18 қарашада 91 жыл 711. Сондықтан о жағын қарамай, Ұлы Көштің маңызы деді ғой президент. Ұлы Көштің тарихи маңызын ескеріңіз. Жақсы, аман болайық. Ертең кездесеміз. Ертең демалыңыздар, жексенбі күні. Дүйсенбі күні көреміз. Алдын ала аңдатпа жасам. Менің мынаны бөлісіңіздер. Менің жаңағы YouTube каналымдағы Ұлы Көш медиа деген парақшамға бөлісіңіздер. Оның көрілім санын сол жаңағы партияның саны қанша ең жоқ дегенде 5000-ға жеткізіңіздер. Партияның жаңа не болсын. Егер ескі заң бойынша десеңіздер 20 000-ға жеткізіп тастаңыздар. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы түс көріңіздер.